Ауылым менің Көктөбенің бөктерінде демекші, туып өсіп, кіндік қаным тамып, алғашқы сәбилік қадамдарымды Жетісу облысы Панфилов ауданы Көктал ауылында жасадым. Жетісу облысы оңтүстігінде Алматы, солтүстік батысында Балқаш көлі арқылы Қарағанды, солтүстігінде Абай облыстары мен шығысында Қытай Халық Республикасымен шектеседі. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары деп бекер айтпаған шығар. Туған жер, ата мекенім Көкталым. Ата айтып тұрғандай көкорай шалғыны, егістік алқабы мол, алуан түрлі жеміс ағаштары мен хош иісті гүлдері, құнарлы қара топырағына не ексеңде жайнап өсіп, ауыл көркін кіргізіп, әлемнің 7 кереметінің бірі Семирамиданың аспалы бағындай мен мұндалап тұр. Енді ауылымның ең тамаша көрікті жерлерімен таныстырсам, ауылда 10.700-ден астам тұрғын бар. Ауыл адамдарының өмірі, тыныс тіршілігі осы бір кең далада өсіп өнуде. Алматы облысының Панфилов ауданына қарасты Көктал ауылы 1926 жылы құрылған. 1994 жылдың қаңтар айынан бастап Панфилов ауданы Көктал ауылдық округі әкімдігі болып аталады. Орталығы Көктал ауылы. Ауылдың аумағы 388,159 шаршы метрді алып жатыр. Ауылда 2190 отбасы, 11611 адам тұрады. Оның ішінде 81% қазақтар, 13% ұйғырлар, 5% орыстар және өзге ұлт өкілдері. Көктал ауылынан Кеңес одағының батырлары Просенков Павел Федорович, Хмелев Павел Васильевич, ауған соғысының және де 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының құрбандары болған Нұрбол Жағыпаров, Әнуар Қабиев, Ләззат Асанова шыққан. Ауылымыздың осыншама тұрғынын жұмыспен қамтитын түрлі инфрақұрылымдар бар. Мысалы, Оразбаев Берік Зейнелұлының шаруа қожалығы. Оразбай Берік Зейнелұлының шаруа қожалық құрамында астық кептіретін, өңдейтін завод қуаттылығы сағатына 50 тонна. Ірі қара мал бордақылау алаңы 1000 басқа арналған. Ауыл шаруашылық мал базасы 5 дана. Жем шөп сақтайтын қойма, ауыл шаруашылық техникаларын жөндеу шеберханасы. Екінші инфрақұрылым Көктал Агро. Бұл жерде мал шаруашылығы, соның ішінде ірі қара малмен айналысады. Күніне 30 литрдей сүт өнімін алуда. 150 жұмысшының 143-і сол жерде жұмыс жасауда. Тек мал шаруашылығымен емес, сондай-ақ егістік алқаптармен, жүгері өндірумен, дәнді дақылдармен, малдың жем шөбін өндірумен де айналысады. Түрлі техникалық базалары бар.
Бұл жерде 10.550-ден астам ірі қара мал бар, оның 500-і сауылуда. Ауылымызда мәдениет үйі де жұмыс жасайды. Түрлі үйірмелер, кітапхана мен аптасына түрлі концерттер ұйымдастырылуда. Ауылымыз адам денсаулығынсыз, адам күш қуатынсыз бұлай көтерілмес еді. Сондықтан адам денсаулығын сақтау мақсатында бізге 2 аурухана салынған. 2 ауруханада ауыл адамдарының денсаулығын нығайтуға, ауырған адамдарды жазып көмек көрсетуде. Айта кетер жайт, біздің ауыл жастары да, қарттары да салауатты өмір салтын ұстанып, үлкен саябақта спортпен айналысуда. Ауылымызда бүлдіршіндерге және жастарымызға арналған 2 саябақ бар. Олардың ауыл адамдарына деген әсері ерекше. Осы саябақта түрлі іс-шаралар жасалып, ауыл адамдары үшін бұл саябақтар демалыс орнына айналған. Бүгінгі таңда ауыл жастары мен қарттары да салауатты өмір салтын ұстану мақсатында осы бір саябақтарда спортпен айналысуда. Осы саябақта ауылымыздың майдан ардагерлеріне арналған ескерткіш орнатылған. Ол ескерткішті біздің ауыл адамдары ерекше құрметтейді. Ата-баба аттары мен олардың ерліктері біздің жүрегімізде. Ата-бабамыз бір түйір жер үшін осы кең байтақ даламыз үшін қан мен терін аямай төкті. Болашақ ұрпаққа, яғни бізге осы жерді алақанымызға салып аяла, бағала және ешқашан жоғалтпа дегендей бізге үміт арта кетті. Ауылымызда түрлі ұлт өкілдері тұратындықтан, осы ұлт өкілдерінің өміріне ыңғайластыру мақсатында 2 мешіт салынған. Одан бөлек ауылымда 2 мектеп бар. Бірі Абай мектебі. Бір тілді өзіміздің ана тілде білім беру жүйесімен жұмыс жасауда. Келесі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы өзімнің білім алып жатқан Алтын ұя мектебім. Мектебім аралас тілде сабақ береді. Себебі бүгінгі таңда мектебімде 7 ұлт өкілінің ұрпақтары білім алуда. Балабақша барлық білім мен тәрбиенің ең алғашқы баспалдағы демекші, балабақшаның алар орны ерекше. Сондықтан ауылымызда осындай балабақшаның 3-і орналасқан.
Ал оқушылар, сендер болашақта үлкен бір маман иесі болуды барлығын армандайсыңдар. Сендер де сол маман иесі болғаннан кейін, оқу орнына түскеннен кейін, сендер осы өздерінің туған жерлеріне, туған ауылдарына келіп қызмет жасап едіңдер, үлкен оқу орындарын бітіріп. Яғни сендер үлкен азамат боласыңдар, мықты маман боласыңдар. Бірақ кішкентай ғана осы өздерің туып өскен ауылдарына келіп, қызметтеріңді бастап осы жерде ең алғашқы еңбектеріңді сіңіре алып кетіңдер. Ойларыңды айтыңдаршы, қалай ойлайсыңдар? Айзере, сен қалай ойлайсың? Менің ойымша осы үлкен оқу орындарын бітіргеннен кейін осы шынында ауылға келіп еңбек істемегеніміз дұрыс деген ойдамын. Себебі біздің өзіміздің ауылымызда одан ары дамыту және оның болашағын жасау біздің қолымызда. Өте жақсы. Ауылын, туған елін, жерін сүйген, осы патриоттық сезімі мол азамат. Туған өлкем, байлығы мол қазынам, сол байлықтың шуағында шомылам. Бәрінен де артық көрем мен сені, бар қаладан қымбатсың ғой сен маған. Су мен тасын, өзен көлін сүйемін, аң мен құсын арыстандай көремін. Туған өлкем, ол менің жер жәннатым, осындай елде туғаныма мақтанамын.